Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіз. Денсаулығыңызда қаназық белгісі бар ма? Ендеше осы салатты үнемі жасап жейтін болсаңыз, аз уақыт ішінде гемоглобиніңіз жылдам көтерілетін болады. Сондықтан менімен бірге соңына дейін болыңыз. Пайдалы әрі дәмді салаттың рецептісін біліп алыңыз. Бізге бұл салатқа қара мейіз, жер-жаңғақ, қайнатылған қызылша, алма, лимонның шырыны қажет болады. Алдымен алманы жуып алып, сыртындағы қабығын аршып аламыз. Осындай үткіш арқылы өткізесіздер. Үткіштің ірі көзінен барлық алманы өткізіп аламыз. Алмадан кейін қызылшаны өткізіп аласыздар. Енді салатқа біз мейіз қосатын боламыз. Мейізді алдын ала ыстық суда жақсылап жуып тазалап алып, пышақпен екіге бөліп салатқа қосатын боласыздар. Жер жаңғақты пышақпен үгітіп алып салатқа қосамыз. Өте құрамы құнарлы, басысы денсаулыққа пайдалы салат. Сонымен қатар менің арнамнан неше түрлі салаттың рецептісін, тағам түрлерін таба аласыздар. Жаңа көрермен болсаңыз арнама қарай өтіңіз. Каналым ұнаса тіркеліп алуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Енді салатқа лимонның шырынын қосамыз. Бір ас қасық лимонның шырыны жарайды. 2 ас қасық күнбағыс майын қосып, жақсылап салатты араластыратын боламыз. Сонымен салатымыз дайын болды. Немесе бұл салатқа сарымсақ пен майонез қоссаңыздар болады. Бірақ осы нұсқамен салат өте керемет дәмді болып шығады. Бастысы денсаулығыңызға пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өзіңіздің, жақындарыңыздың денсаулығын күтіңіз. Сіздерге ас болсын.